Сәлем достар, мен сіздерге бүгін ағайынды гриммдер, ағайынды 3 жігіт туралы айтып беремін. Ал тыңдап отырыңыздар. Бұл өте қызықты. Бұрынғы заманда бір шал болыпты, оның 3 баласы болыпты. Ол өмірді аралауға жібереді, өйткені өнер үйрену үшін. Олар өнер үйреніп келгенде, амансыз ба, әке дейді екен. Ал әкесі, амансың ба, балаларым дейді. Сөйтіп, маған өнерлеріңді көрсетіңдерші, маған қызық болып тұр дейді екен. Сөйтіп олар біріншісі, мен шашал үйретім, ал мен атағалауды үйрендім дейді екен, ортаншысы. Мен қылыш ұстау, ал кішісі мен қылыш ұстауды үйрендім дейді екен. Бұлардың жөн екені. Бұларың жөн екен дейді екен әкесі. Ал соңғысы, әке, маған да рұқсат беріңізші көрсетуге дейді екен өнерін. Ал көрсету ғой, рұқсат берем дейді екен. Сөйтіп ол сол кезде жаңбыр жауып тұрған кезде дала шыққанда оның үсті басы су болмайды екен. Сөйтіп әкесі бұған таң қалады. Сендер үшеулерінің де өнерлерің күшті. Мен білмеймін сендердің қайсыларыңды. Осы сарайды қарауға беремін деп айтады екен. Сөйтіп әкесі былай айтады. Үшеулерінде бірге тұрыңдар дейді екен. Сол үш баласы қуанады. Сөйтіп олар бірге тұруды шешті. Ал достар, менің ертең ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Всем пока-пока.